Үй жағдайында дәл осындай жуып жұмсақ үлпілдеп тұратын батонды жасайтын боламыз. Бізге керегі 300 мг жылы сүт, кішкентай қасықта 1 қасық дрожжи, үлкен қасықта 3 қасық қант салып, жақсылап араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дрожж кішкене реакция бергеннен кейін барып, бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Венчиктің көмегімен араластырсаңыздар күшті болады. Сосын ұнды жаймен салып, тоже басында венчикпен араластырып отырамыз. Ұн 600-650 грамдай ұн кетеді. Қою болғанша осылай араластырамыз. Қоюланғаннан кейін 40 грамм, 50 грамм ертіп дайындап қойған сливочный майды құямыз. Бұл да ыстық құюға болмайды, достар. Әбден жақсылап араластырып отырамыз. Достар, менің каналым сіздерге ұнап жатса, тіркеліп лайк басып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Сіздермен бірге болған Мадина. Қамырымыз қоюлана түскеннен кейін қолымызбен елесек те болады. Міне қараңыздар, қамыр жуып жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай болу керек. Ыстық жерге 35-40 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілгеннен кейін барып қана батонымызды жасаймыз. Міне қамырымыз дайын. Дәл осы порциядан менде 2 батон шығады. Егер сіздердің духовкаларыңыздың посудасы кішкентай болатын болса, онда 2 бөліп пісіріңіздер. Үлкен болатын болса, бірге салып жіберсеңіздер болады. 180 градуста 40-45 минутта піседі. Енді ол да өз үйдегі жаңағындай духовканың несіне байланысты. Яғни сіздердің духовкаларыңыз қалай, соның градусына қарай реттеп алыңыздар. Осындай жайып 1 сантиметрдей етіп домалақ рулон жасап, осылай табамыздың түбін кішкене майлап аламыз. Тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз әбден көтерілгеннен кейін барып қана қызған духовкаға салып пісіреміз пешке. Салқын духовкаға салып пісіруге болмайды. Қамыр дұрыс көтерілмей қалады. Енді қамыр біраз демалатын болады. Сіздерге бір лайфхак айтайын. Мен осындай су духовканың ішіне салып қоямын. Қамырдың беті жұмсақ болып пісу үшін. Сіздер де қолданып көріңіздер. Қамырдың беті қатпай әдем шығады. Осындай терең етіп кесе беріңіздер, қорықпай. Қатты терең болғанда кесіп тастамаңыздар. Тереңдеу етіп кесіңіздер, яғни әдем шығады. Міне дәл осылай керемет батондарымыз шықты. Ал ас болсын.